Құрметті президент мырза, ең алдымен шақыруымды қабыл алып, Қазақстанға арнайы сапармен келгеніңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Бұл сапар екі ел арасындағы ынтымақтастықты дамытуға тың серпін берері сөзсіз. Қадірлі ханымдар мен мырзалар, біз бүгін Германия президенті Франк-Вальтер Штайнмайер мырзамен келіссөздер жүргіздік. Екі жақты байланыстарды нығайту жолдарын талқыладық. Сондай-ақ өзекті халықаралық мәселелер жөнінде пікір алмастық. Биыл Қазақстан мен Германия арасында дипломатиялық қатынас орнағанына 31 жыл толды. Осы уақыт ішінде жоғары деңгейдегі саяси диалог қалыптасты. Өзара тиімді сауда, экономикалық және инвестициялық ынтымақтастық қарқынды дамуда. Мәдени-гуманитарлық байланыстардың аясы кеңейді. Серіктестікті жандандыру үшін әлеуетіміз мол екенін атап